Еркебұлан, мына қазір көптеген видеолардың астында пікірлер қалдырылып жатыр. 90% ма бөліп төлеу, өтел сборды кейіннен төлеу деген, ол деген не әңгіме, өтірік алдау деген сияқты, яғни 100 мың теңге түсіру керек деген сияқты. Соған байланысты бір жауап ретінде видео шығарайын деп едім. Бірқатар сұрақтар қойып жіберейін. Кеттік. Жалпы негізі бізде легализация нешеу болды? Сен ол қашан болды және ол легализацияның басқасында қашан қосылдың солар? Енді Фархат, өтелмей первичкінің бөліп төлеу, ол өтірік деген әңгіме деген сияқты ол. Енді мысалға қазір Toyota Camry 50 да, 50-лік. Елде жүр, жақында Грузиядан алып келді, машинасы идеальный. Ол примерно қашан өледі деп ойлайсың, ол машина кәдімгі крылосы шіріп, балқысы түсіп, моторы май жеп, рулевойына маяқ бітеді ғой. Кәдімгі айда ғой, келмейді енді. Әрбір сыммен байланған, жаңағыдай пластмасса хомутпен тарттырып қойған. Примерно 25-30 жылға расчеттап тұрып қой. Сол кезде төлейсің де 25-30 жылға. Сондай ұсыныс айтып тұр. Реально соңында төлейтін болды. То есть қазіргі таңда утилдің бағасын қазір нөл қылайды. Бірінші первичный регистрация автокөлікті тіркеген кезде утилизацияға дым алмайды деген да. Первичный бағасын бөліп төлеу депті. Ол қол сыйған жерде бас сияды. Бірінші басымыздық болайық, ары қарата бірнәрсе қыламыз. Сонымен түсінікті болады деген ойдамын. Кілең намек түсінетін азаматтар ғой. Ең бастысы, Фархат, өзің көрдің ғой, утил мен первичканы өзгерту немесе тағы да бірнәрсе істеуді қарастырамыз деген сөзге келдік та біздер. Соны талқылайық, ұсыныстарыңызды алып келіңіздер, талқыға салайық деген сияқты қозғалыс басталды да. Ақ нөмір албасаң бітті ғой. Ары қарата көреміз. Бір жылдан кейін тағы да. Енді өзіңіз түсініп отырсың ғой. Не, Фархат, бетек легализация Қазақстанда бірінші жауап берейін. Легализация Қазақстанда біріншісі 2006-2009 жыл. Оны былайша айтқанда странаның ішінде Назарбаевская легализация дейміз. Баяғыда 2006 жылы, 2009 жылы Қазақстанда бүкіл мүліктерді бәрін жариялап, сол кезде легализация өтті. Ол кезде не только машина емес, еще плюс үй, там жан-жануар, в общем, құжаты жоқ не бар үйінде. Бәрін заңдастыруға мүмкіндік болды да. Жер бәрін, ол негізінде ақша бәрін, в общем, любой зат легализация. Ол 2006 жылға бір жылға ғана өтеді легализация, бірақ 2009-ға дейін созылды. Ол өзім оқып шықтым, оның бәрін қалай істеген, не істеген. Мына екінші легализация, автокөлік легализациясы деп атады ғой. Оны білесің өзің 2022 жылдың 1 қыркүйек күні жариялады. Сосын 2023 23 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейін легализация жүріп өтті. Ол автокөліктерді ғана касается етті. Енді бұл жерде енді екі легализация туралы салыстырмалы түрде айта кету керек шығар, енді адамдарға түсінікті болсын, өзіңе де бәріне де. Менің жеке ойым, жеке пікірім, енді қазіргі үкіметтің, қазіргі биліктің құлақтарын алтын сырға, бірақ осы екі заңдастыруды қарап қарасақ, 2006-2009 жылғы және 2023 жылғы легализация деп атайық, екіге бөлек, бірінші және екінші. Ең ауқымдысы, ең үлкені, былайша айтқанда халықтың басын қатырмай, бәрін бүкіл затын заңдастырып берген, ол легализация 2006-2009. Ең ауқымды үлкен легализация соны атар еді. Қазіргі легализация бұл заңдастыру акциясын істетті. Бұның заңдастыру акциясы кезінде, легализацияның кезінде бүкіл автокөліктердің бәрін учетқа қойып, мәселе қалдырмау керек болды да бағыттары. Бірақ өкінішке орай, қазір бүгінгі таңда көріп отыр, неше түрлі мәселелер қалып қойды да әлі. Бұл легализацияның барысының өзі шикі болды. Бірінші қыркүйектен бастап жариялаған кезде Данияр бар, өздеріңіз білесіз, Данияр, мен тағы да біраз азаматтар бар. Солардың бәрі бірден бастап жаңағы былайша тревога қаққан еді. Көп заттар шикі, мынау былай мындай ұсыныстар бар, не бар деп. Бірақ біз өзіміз білеміз, біз жақсы білеміз, мықты квалифицированный деп өкінішке орай осындай жағдайға келіп қазір соғып отқан жайы бар. Енді екінші сұрақ жаңа айтып отқан, бұл легализацияның барысына қашан келіп қосылдың дейсің. Бізде мындай жағдай болды. Баяғыда ең бірінші 2019 жылдары өздеріңіз білесіздер, ел аумағына Армениядан Қазақстанның азаматына тіркеліп келген автокөліктерге Қазақстанның азаматы атынан техпаспортта таза қазақтың аты тұрады, Қазақстан азаматының. Соған тіркеліп Армениядан алып келіп, сол автокөліктерді алады да сары номер өткізді бәрін. Сондай біраз ол кезде де митинг болды, ушу болды, халық шулады, видеообращение бәрі түсірілді, айтылды. Ол жерде де өз басқасында қатыстым. Тұрды, сол кезде менде бағыт-бағдар былай ол. Ешкімді бөліп жармай, оң жақ, сол жақ рөлді қарамай, Русучет, армян, қырғыз, белорус деп ешкімді қарамай, бөліп жармай бәрін учетқа қоя кетті. Бірақ өкінішке орай, сол кезде азаматтардың өздері бұл видеоны көрсе айта жатыр. Өкінішке орай азаматтардың алдында кейбіреуі жаңағыдай, біз тек қана армян учеттар, таза қазақтың атынан тұрған армян учеттар, біз солардың ғана мәселесін көтеріп жүр, біз солармыз деп бөлініп кеткен жағдай болды. Біз өзіміз былайша айтқанда забортан қалып қойдық.
сол кезде мындай бір адамның өз өзіне деген уәдесі болады ғой. Ол кезде де біраз группада адамдар білді, таныды мені. Сол кезде мындай болды әңгіме, өз өзіме уәде бергенмін, Қазақстанда каждый машина, міне әлі күнге дейін жалғасып жатыр ғой, бүкіл машина ақ номер алмай қоймаймын деген сияқты. Сол легализацияның барысына осы енді жай жатқан тастың астынан жүрмейді дейді ғой. Жаздық, неше түрлі ұсыныстар, мен талай бір видеоларым бар, қазір тауып алсам Фархат брат саған өзіңе жіберемін. Сол жерде көре жатарсың, ол жерде былай болды. Видео үндеуде біздің талаптарымызда, ең бірінші қойған талаптарымызда айттық, оң жақ сол жақ рөліне қарамай, міне Ақтөбеде біраз жігіттер бар, сол видео обращениеде бірге болған, қасымызға подтверждать беріп отыр. Оң жақ сол жақ рөліне қарамай, евроклассын ештеңеге қарамай, учет ештеңесіне қарамай, бәрін учетқа қойып беруіңізді талап етеміз дедік үкіметтен. Сосын екінші мәселе, утилизбор мен первичканы түбегейлі жою керек деген. Сондай талаптар болды. Сосын сол кезде үшінші талабымыз ол не деген? Қазіргі автотұрақтардағы қамалып тұрған машиналар шығарыңдар дегенде. Енді қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, уақыт өте келе қазақ учеттарда жеттік, біраз мәселелер бар. Үшін солай қысқаша міне. Осы легализацияның кезінде енді 304 мың машина легализация жасалды дейді. Бірақ бұл жерде легализацияға попадать етпеген немесе ондай шетелден көлік алып келмеген азаматтардың құқығы шектелді деп ойламайсың ба? Иә, бұл солай, бұл былай ғой. Басында енді көрсетті, легализация басталды дейді. Легализация деген көліктерді заңдастыру деген сөздің өзі түбегейлі мәселені шешкен жоқ та. Бұл салдары, себебін шешкен жоқ. Біздің ең басты бағыт, ең бірінші солай себебін шешу керек еді. Бұл жерде былай 304 мың машина қойылды учетқа. Керемет, біраз азамат қойды, қуанып қалды, оның ішінде конструктор, жаңа запретник дейміз, подармян грузин, тағы неше түрлі мәселелер болды, бәрі қойылып шықты. Енді былайша айтқанда қараған кезде 304 мың адамға ғана болды да бұл легализация. Жаңа өзіңіз сұрағыңызды қойып отқандай, Фархат брат. Қалған азаматтар Қазақстанда. Санаулы азаматтар, мысалы, утилин первичный төлеп қойғандар бар адамдар көліктерін. Новый көлік сатып алғандар бар, жаңа көліктерді, машиналарды. Сатып алады да, олар сонда жаңа скотный дворда жазылған сияқты перед законом все равны, некоторые равнее дейді да, сонда ол кісілердің ренжуі бар, мысалға, көп әлеуметтік желілерде бәрі комментарий бәрі жазып жатады, WhatsApp группаларда да келіп жатады. Сонда перед законом все равны, то есть біз ровныймыз, легализациямен жүрген азаматтарда, легализацияға мәшес олған. Қоя алмай қалғандар, олар равнейміз ба дейді. Бізге неге ондай мүмкіндік істелінбеді? Біз бұндай скачуха болатынын білгенде, біз шетелден барып мәшеге келер едік деген біраз әңгіме болды. Сондайлар бар, әңгіме жоқ, критический мнение бар. Сол үшін біз бұл мәселенің себебімен күресуіміз керек біз деген сияқты ойдамын да. Мысалға, первичный утиль түсу керек. Сос кнопка алдында 2024 1 январына дейін мораторий болды, жақсы, онда тағдайлар қарастыру болады. Бірақ сос кнопканы қазір ондай қатты талап етіп отқан жоқ. 2027-ге дейін отмен істеп сол туралы өткен ұсыныс болған болатын. Сол ұсыныс қабылданды деген сенімдеміз. Өйткені әлі оның хабары келген жоқ, бірақ былайша айтқанда 90% қабылданады деген сенімдеміз. Енді мына темір үшін жырлай бересіңдер дейді да. Комментарийлер. Иә. Осы комментарийлар бойынша неге сендер жаңа қымбатшылық, айлықтың төмендігі бойынша неге шықпайсыңдар деген пікірлер көп та. Сол бойынша не айтарың? Енді ол азаматтарды білмеймін, егер де былай кез келген адамға бір нәрсе айтпас бұрын, ақпарат таратпас бұрын адам әуелі бірінші кімге жазып отқан, кіммен сөйлесіп отқан былай бағамда білу керек деген ойдамын да. Қарап, біздер айтып жүрік, Қазақстан Республикасы аумағында айлық аз, төмен. Мысал қалай? Мысалға ерте болады мен. Менің 150 мың теңге айлығым бар. Қазақстанда средний зарплата ол 150 мың. Осы жерде айта кетші, өзіңде қандай машина бар? Және мына легализацияда машина жасадың ба? Өзіме Mitsubishi Galant, қазір 94 жылғы. Таза қазақ учет, старый баяғыда ертерек келген Прибалтикадан еді. Таза қазақ учет, бұрын соңды рус учет машинам болды бір. Неше үйің бар, қандай үй бар? Бір үйім бар, аренда жилье, кәдімгі аренда жилье ғой. С последующим выкупом сөйтіп алдым. Кейбіреулер алдында бір жерде 4-5 үй бар бір жерде. Ондай бақытке бұйырған жоқ әлі. Оны өзін алып қойын деп отыр. Қазір данный момент 2 февраль күні сотым болады, ол үйдің төлемдерін төлей алмадым. Соған байланысты сот болады, медиация келісімге келеміз деген сенімдемін бұл жерде. Бірақ онда төлеу керек, қалай оған қарызың қарыз. Графиктерін қарастырып. Графиктерін қарастырып. Өзіме Mitsubishi Galant 94 жылғы 7 поколение. Соның гурн моторын. Гурдың насосын бүгін шақтап таптым. Неше күнде? Бір жеткізді, запчасти қиын екен. Легализация барысында өзіме машина легализировать еткен жоқ. Әңгіме жоқ, болды. 14-ім болды, 14 дейміз. 14 болды рус учет.
оны айдап жүрдім. До 1 сентября кірген, бүкіл құжаттар бәрі түгел болды, программа қағазы бәрі болды. Бір азамат менен сатып алды ол машинаны, 800 мың теңгеге сатып жібердім, өзі ары қарата учетқа қойып алды благополучно. Былай басқа енді ар жағында автокөліктер не бар? 150 мың теңге айлық деймін. Иә, 150 мың теңге айлық. Біз ойын жалғастырып берейік. Неге айлық төмен туралы айтпайсыңдар дейді. Қазақстан Республикасында реально конкретно шындық әңгімені айтқанда 150 мың теңге средний зарплата. Жоғарысы 250 мың, 300 мың десем, артық айтпаған. Ең төмен енді қазір биылдан бастап 85 мың теңге деді ғой. Жақсы, 85 мың теңге болсын, енді төменгі айлық. 150 мың средний зарплата. Біз айтамыз, мысалға Еркебұлан үйінде 4 баласы бар, или там мысалы Айбектің үйінде 4 баласы бар. Или 3 баласы. 3 баланы есептейікші. 3 баласы бар, среднестатистический Қазақстанның отбасы. Ол барады да жұмыстан келеді, кешкі 3 баланы бағу керек, үйде коммуслуг бар, телефон тариф бар, бәріне оның айлығы жетпейді. Елде машина десе, машина бағасы қымбат. Предложение келді да Россиядан немесе Армениядан арзан машина алуға. Ол 6 ай бойы жұмыс жасаған адам, ешқандай мәселе жоқ. Өзі среднестатистический қазақ, үйінде өзінің бір кредиті бар басында, анау бар. Барды да тағы да қарызға ақша алды да, каким то образом 1,5 миллион, 2 миллион алды. Шақты бәрібір банктерді жағалап жүр. Барды да шетелден машина алып келді, кешкісін шығып ол таксовать етеді, доставкаға шығады, тағысын тағы сөйтіп жүрсек. Сол біз бүкіл жерде видеообращение бәрін айтып, Қазақстанның халқының жағдайы жоқ болғасы, амалдың жоқтығынан шетелден алып келді. Елдегі әл-ауқат нашар, қымбат, бұндай шетелден автокөлікті әкелуге мәжбүр болыпты. Біз ол жерде бәрін қамтып отырамыз да бірге. Біздер не только енді бұл мәселе неге әкелдіңдер деген, біз елдің ішіндегі айлықтың аздығы, әлеуметтік жағдайының қиындығын бәрін бірге айтып отырамыз. Бүкіл министерство бәріне кірген кезде талай жігіттер бірге барды ғой осында деген. Біраз сол жерде кәдімгідей айтты, ол айтылып жүр. Ол тек қана бір түйір машинаның мәселесімен ғана шырылдап жүрген жоқпыз. Машина неге алғанын ішінде айтып жүрік. Қалай болған елдегі бүкіл әлеуметтік жағдай, бұл бір түйір автокөлікті қозғай отырып, біраз заттар қамтылып кетіп жатыр да. Егер де айлықтың мәселесін біресе қозғайтын болсақ, пожалуйста, келіңдер қосылыңдар. Енді болашақта мысалға бұл легализацияны утилизатор первичкадан бөлек басқа да салалар бойынша негізі ұсыныстар нелерде жүруге қандай ой пікірің? Болашақта қазір бұл легализация автокөліктер нелер былайша айтқанда бір жаттығу алаңы болды деуге болады да. Біраз затты көрдік, біраз затты үйрендік. Ең бастысы ауызбіршілік болса, желание болса, ынта болса дейді ғой, тілек болса, сонымен біраз жерге жетуге болады. Без проблем, мәселе жоқ. Қазір неше түрлі Қазақстанда неше түрлі мәселелер бар. Оған не керек деп ойлайсың ең бірінші? Халықтың бір несі керек па? Қолдау керек. Сосын ең бірінші бізде қазір Қазақстанда былай болып кетті, ең бірінші WhatsApp группа керек. Ойнап айтамын әзілдеп. Халықтың ауызбіршілігі керек. Сол мәселеге, сол жалғыз шаппайсыз. Бір мысалға, айлық жөнінде айтқымыз келе ме? Қазақстан Республикасы аумағында бәріне бірдей жұмыс жетпейді. Осындай байлығымыз бар, қазбаларымыз бар, осындай жерлеріміз бар, шикізатты өндіреміз. Неге өзіміздің елде дайын өнім дайындайтын завод жоқ? Дейтін мысалы мәселелер бар. Заводтар көп салынса, елімізде жұмыс орны көбейеді. Жұмыс орны көбейген кезде ояқтың айлығы қалай болу керек? Жұмыс орны қазір бар заводтар. Солардың айлығын көтеру керек деген бір мәселенің төңірегінде адамдар жиналсақ, топталсақ, енді бәрі призывать етпей, бірақ бірігіп, бір жақсы ой шығарып, реально бір ұсыныс шығарып, сонымен без проблем көтерейік. Енді қазір осы легализациямен бір былайша айтқан тропинканы бір жолды тапа өттік қой, кейін қарата осы жолмен білеміз да қаяқ келу керек. Егер де сол мәселе аумағында адамдар ұйымдасып жатса, без проблем әрқашан сол азаматтар үшін, сол халқымыз үшін жүруге дайынбыз. Былайша айтқанда ерім дейтін ел болса, ерім дейтін ер әрқашан болады да. Сол ең бастысы бұл сөздің түбірі ауызбіршілік болса, бір проблеманың төңірегінде ұйымдассақ, мәселе жоқ. Енді напоследок ең соңына парламентте мысалы қызмет ететін болсам, қазіргі депутаттарға бәріміздің қарымызды халықтың. Сол мысалға сен парламентке баратын болсаң, ең алдымен не істер едің? Депутат болсаң деп тұрсың. Депутат болсам, Фархат мырза, былай ғой, Фархат мырза. Мен бір пленарканың депутатын, бір пленаркаде құрбан болып кеткен депутат деген сияқты бір істер едім да. Өйткені егер мүмкіндік берсе, конечно, ояққа кірсек, бірақ өзіңіз білесіз ғой енді қалай не екенін. Жақсы, кірдік дейді. Фантастическим образом жеттік. Жеттік, давай, чисто гипотетически жеттік. Кірген кезде енді көз алдым елестеп қарайды, кірдім, парламенттемін, бірінші пленарка, пленарный заседание дейді, пленарлық отырыс. Сол кезде мындай айтар едім да, мен қазір өзім депутаттар сияқты жаңағы шаруа шешпейтін, жаңа әшім просто фантастикаға жібере беретін Әлихан Асханұлына, премьер-министрге тағысын тағы біреуге жолдамас едім. Мен бірінші пленарный заседаниеде айтатын едім. Мен осы депутаттық сұранысымды, запросымды
Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелов Тоқаевқа және де премьер-министр Әлихан Асханұлы Смайыловқа бүкіл тек қана премьер-министр бүкіл кабинет министрлікке және сенат мәжіліс депутаттарына жолдаймын дейді. Құрметті депутаттар, құрметті министрлер және президенттер деп айтар едім. Сіздер осы мәжіліс қабырғасында біраз заңдар айтылды. Мысалға 32-33 жыл болды тәуелсіздік алған Қазақстан. Соның тарихында біраз заңдар айтылды, біраз ұсыныстар талқыланды, халықтың уәжі деп біраз мәселе айтылды. Оның бәрі сол мәжілістің қабырғасы сүрежелерінде шаң басып қалды да ол заңдар. Егер де осы заңдардың бәрін бір айтқан ұсыныстарыңды бір заңды айттыңыздар ма, бір ұсыныс айттыңыздар ма, әрбір пленарный заседаниеде бір рет айттың, соның түбіне дейін жетіп, соның орындалуына дейін әрбір депутат баратын болса, сол кезде бізде Қазақстан қазір не только экономика жағынан Америка немесе Қытай одан да асып кетер едік та, олардың теңеспек түгіл. Сіздер вечно мына жерде отырасыңдар, келесіңдер, не болса сонда айтасыңдар. Анау халыққа бір жерде дүркіретесіңдер, депутаттар мынаны қозғап жатыр, мынаны қозғап жатыр деп. Өйтіп айтуды бәріміз де білеміз. Халықтың әрқайсысы біледі, күнде видео үндеулер түсіріліп жатыр. Бірақ анда сіздерден ешқандай толық болып жатқан жоқ. Сол үшін мен сіздерден талап ететінім, құрметті депутаттар, бір заңды айттыңдар ма, соны соңына дейін апаруларын деп өйстіп айтар едім. Ол бірінші ұсынысым. Екінші, Қазақстан Республикасының мына депутаттары және кабинет министр, бүкіл министрлер. Сіздер егер де Қазақстан халқына адал қызмет етемін деп кітаптың үстіне қойып тұрып анттарын береді ғой. Сол анттарыңа берік болсаңдар, сендерге үкіметтен берілген үйді, үкіметтен берілген автокөлікті, машинаны, водительді, тағысын тағы неше түрлі ништяктар дейміз, былайша айтқанда, государственный жаңағы мемлекеттің тарапынан берілетін льготалардың бәріне бас тартыңыз. Мандаттан ғой. Мандаттар ғой. Иә, мандаттар қолында бүкіл мысалы ништяктардың бәрінен бас тартсын. Министрлер бәрі бір түйір айлыққа өмір сүрсін. Мысалға былайда бір министрдің көмекшісі бар, 200 мың теңге зарплатаға жүр да. Жоқ, еще өздері айтатын орташа айлық деген бар ғой. Иә. Орташа айлық 350 мың ба? Олардың айтуы бойынша 350 мыңға жүре қойсыншы. Оның көмекшісі 200 мың теңге айлық алатын, министрдің көмекшісі айлық алатын, 200 мың айлық алатын адам таңертеңгісін жұмысқа өзінің ходымен келеді, өзінің ходымен қайтады, өзі квартира жалдап тұрады, и бүкіл жұмыс сол істейді да. А министр алады да 1 800-2 миллион зарплата алады, жұмысқа оны таңертеңгісін машина келіп алып кетеді, водитель комфортабельный машина, комфортабельный үйден алып шығады. Еще үкіметтен неше түрлі павлашка беріледі да. Үйлері бар бәрі. Мен келіспеймін, мен айтар едім. Құрметті министрлер, депутаттар, сендер нағыз қазақ елінің патриоттары адал қызмет жасайтын болсаңдар, астарында бүкіл автокөліктен бәрінен бас тартыңдар, үкіметке бюджетке қайтарыңдар соның бәрі. Кәдімгі тіке былайша айтқанда өз күштеріңмен жететін болыңдар жұмысқа да. И әрбір министр, мысалы Министерство промышленности строительства, өнеркәсіп және құрылыс министрі ме, заводтағы жұмысшылар үйінен жұмысқа дейін қандай автобуспен барады, шахтерлар үйінен шахтаға дейін қандай автобуспен барады, олар сондай автобуспен жүрсін. Курсы біз сияқты кәдімгі бізде ол қызметкер айлығын алады, ол жұмысына өз ходымен келсін, өз ходымен кетсін, Астанада оның жұмысы, квартирасын жалдап өз тұрсын. Мысалы парламент көрінде айтар едім, сосын ең соңында видео айтар едім, қолымды мына жерде мандатымды, депутаттық корочкамды бәрін қойып қойып, столдың үстіне. Мысалы сен айтып тұрсың, депутат болсаң, сол жерде тұрып мәжілісте. Міне депутаттық мандатым, документтердің бәрін қойдым. Бірінші пленарка, мен бүгін бүйтем. Мен мысалға да чисто гипотетически Ақтөбеден сайланған депутат или автомобилистердің арасында мен автомобилистердің немесе өз облысындағы мен сайлаған сайлаушылардың арасына барып жүремін. Мен күнде сол жақта жұмыс жасаймын, солардың уәждерінің бәрін тыңдаймын, проблемалардың бәрін тіземін, ұсыныстарын тыңдаймын. Айына бір рет келемін да пленаркада соны оқимын, и бір ай бойы соңына дейін жету үшін жұмыс жасаймын деп та, солардың мәселесін шешу үшін. Әрбір депутат кім сайлады соларды, избирательдер кім, солардың ортасында жүру керек та, айына бір рет келу керек та, күн төбенің үстінде күнде жиынды қою керек. Егер де мен осы айтып отқан талаптарымды орындайтын болсаңдар, давай, мен ары қарата отырамыз мәжілісте, орындамайтын болсаңыздар, мандатыңды депутаттығыңды бір тиын деп лақтырып кетеді. Өйткені депутаттың халық қалауысы халықтың шешілуі керек. Министр деген мысалы өнеркәсіп пен құрылыс министрі ме, өнеркәсіп пен құрылыс министрі күнде өзінің ходымен барып, бүкіл нелер заводтарды бәрі қарап, сол жақта халықтың уәжін бәрін істеп, солар менеджер болып отыру керек. Министр күні латын тіліне отырған жалшы деген. Ол менеджер. Біз жалдаған қызметкер біздің жағдайымызды әл ауқатын жақсарту жұмыс жасау керек. Мен солай егер де парламентке барсам, бір пленарный отырыстан құрбаны болған депутат болар едім деп ойлаймын. А егер де одан кейін ары қарата отырғызатын болса, вот тоже вот отзывный фантастика бар. Начинается новый день, и машины туда-сюда. Раз уж солнцу вставать не лень, и для нас значит ерунда. Муравейник живет, кто-то лапку сломал не в счет, а до свадьбы заживет.
сумасшедших на данный час. Но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз.